Hello guys, how are you doing? Сәлем достар, қалайсыңдар? Сіздерге беріп отырған білімді ұнаса, лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Кеттік ары қарай. Бүгін біз ағылшын тілінде оқуды үйренетін боламыз. Әріпті бұрын білмесеңіздер де оқуға болады. Мен сіздерге қазір үйретіп отырамын. Себебі бір әріп 2-3 рет қайталанғанның арқасында сіз спокойно, оңай ары қарай үйреніп кетесіз. Сондықтан жаман ойлардың бәрін алып тастаймыз да мен бірге оқимыз. Кеттік. Бірінші әріп бізде қазақ тіліндегі п деген әріпке ұқсайды, ағылшын тілінде ол н деп оқылады. Мына и әрпі мен алдыңғы сабақта айтқан болатынмын да, екі жағынан қысқан кезде деген дыбыс білдіреді. Сонда бізде шығады. Кеттік, бірге қайталаймыз. Net. Net. Я, мына әріп т деп оқылады. Кеттік, қайталаны. Net. Net. Келесіне кеттік. Мына р деген әріп ағылшын тілінде п деп оқылады. Мынау осы жаңа айтты, қалай оқылады бізде? Н деп оқылады, иә? Кеттік, бірге оқимыз. Pen. Pen. Pen бұл бізде ручка деген мағынаны білдіреді. Келесі мынаны білетін шығармыз. Осы жаңа айттық, бізде мынау т деп оқылады, мынау бізде н деп оқылады. Кеттік, бірге оқимыз. Ten. Ten. Ten бізде 10 деген сөз. Кеттік ары қарай. Мынау осы жаңа айттым, п деп оқылады, мынау т деп оқылады. Бірге кеттік. Pet. Pet. Pet бұл үй жануары деген мағынаны білдіреді. Келесі кеттік, мұнда да 4 әріп төртеуінде білеміз. Бірге оқимыз. Tent. Tent. Оңай, иә, уже қиындатып жатыр ақырына. Мынау бізде H деген әріп, бірақ біз оны ағылшын тілінде мына біздің қаһарман дегенде х деген бар ғой, кәдімгі дәл сол дыбыс білдіретін ол деген кәдімгі х. Окей, қазақ тілінде, ағылшын тілінде сондай. Hen. Hen. Оп-оңай. Hen тауық деген сөз. Кеттік, мына W деген әріп ағылшын тілінде у деп оқылады. Мынау әріпті біз білеміз, иә, бұл б деген сөз. Кеттік, бірге оқимыз. Web. 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 Web бұл өрмекшінің торы. Мына әріпті білеміз, тек қана мына жерде білмейтініміз, мына әріп бұл с деп оқылады. Кеттік, бірге оқимыз. Nest. Nest. Nest құстың ұясы. Келесі, мына әріпті мен оның алдындағы сабақтарда айтқан болатын, г деп оқылады, мұны деп оқылады. Кеттік, бірге. Egg. Egg бұл жұмыртқа деп аударылады. Келесі кеттік, мына осы жаңа өткеніміз б, мына керісінше қарап тұрған бұл д. Кеттік, бірге. Bed. Bed. Келесі, мынаны оқимыз. Осы жаңа айттық, д деп оқылады. Мынау бізде қазақ тіліндегі р-ның несі ұқсайды, бірақ р деп қатты айтпаймыз. Бұл кішкене жіңішке р деп оқылады. Р. Тілді таңдайға тигізбей айтамыз. Мына осы айтқан с әрпі. Кеттік, бірге оқимыз. Dress. Dress. Dress бұл көйлек. Жаңа сөздерді сөздік дәптерлеріңізге жазып отырыңыздар. Келесі әрпіміз мына жаңа әріп. Бұл өткен жоқ біз оның алдында. Бұл дж. Қайталаймыз мен бірге. Дж. Дж. Джип деп айтамыз, машина бар ғой, джип деген. Вот сондағы дж. Кеттік, бірге. Jet. Jet. Давай енді сен өздеріңіз оқисыздар. Мен кішкене 3 секундтан кейін оқитын боламын. Сіздер өздеріңіз оқисыздар. Net. Pen. Ten. Pet. Tent. Hen. Web. Nest. Egg. Bed. Dress. Dress. Және соңғы jet деп оқимыз. Jet бұл ракета деген сөз. Кеттік, келесі мыналарды оқымай қойыңыздар. Енді мына жаққа кеттік. Бұнда да әрпі. Кеттік.
Мынау бізде у деп оқылады. Wet, wet, wet ылғал деген сөз. Келесі кеттік. Мынау бізде оның алдында болған жоқ. Л деген әріп бұл. Л, мынаны білеміз. Leg, leg, leg бұл аяқ. Келесі кеттік. Мынау Л осы жаңа өткен, а мынау Ф деген әріп. Elf, elf, elf деген мына сиқырлы ертегідегі адамды айтады. Келесі, мұнда барлық әріп таныс бізге. Red, red. Мұнда мынау былайына жинесеміз В деп оқылады. Кеттік. Vet, vet, vet бұл мал дәрігері. Мұнда барлық әріпті білеміз. П, Г, да? Peck, peck. Кеттік әрі қарай. Мұнда тек қана мынау ол К. Ағылшын тіліндегі бізде де К. Кеттік. Desk, desk. Мұнда барлық әріпті білеміз. Bell, bell. Мұнда мына қазақ тіліндегі Т деген әріп ағылшын тілінде М деп оқиды. Кеттік. Man, man. Ары қарай. Мұнда бәрін танимыз. Mel, mel. Мұнда Ted, Ted. Мұнда бәрін білеміз. Jen, Jen. Енді видеоны тоқтатып қойыңыздар да, звугын өшіріп тастап, қайтадан мына сөздерді оқып шығамыз. Жарай ма? Сосын маған қалай оқыдыңыздар жіберіңіздер. Оңай болды ма сіздерге, жарай ма? Келесі сабақта тағы да мен оқылымды ары қарай мынаны жалғастыратын боламыз. Thank you very much. Goodbye.